Ойлан тауып арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода италиялық мемдердің атауын табу керек болады. Сұрақ саны 28, ойлануға 7 секунд, әрдіс жауапқа 1 ұпайдан. Ал ендеше бастаймыз. Осы кейіпкердің есімі кім? Дұрыс таптым ба? Cavallo virtuoso, uno show strepitoso. Бұл есімді табу саған оңай болады деп ойлаймын. Әрине, капучино ассасино. Cappuccino assassino. Ал осы жердегі мемнің атауын таба алады ма екенсің? Жақсылап ойлан. Дұрыс таптым ба? Il bobritto gondolietto. La bobronni gondoloni. Ойлан тауып арнасының көрермендері, біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңіздер. 25 000 оқырманға өте аз қалдық, бірге жетейік. Рахмет. Осы италиялық мемнің атауын біледі ма екенсің? Кәне, көрейік, жақсылап ойлан. Жарайсың, осы қалпынан тайма. Bombardiro crocodilo. Tutto un alligatore volante. Ал осы мемнің сен атауын біледі ма екенсің? Қаншалықты мемнің атауын жаттағанды бірге тексерейік. Дұрыс таба алдың ба? Il cacto ippopotamo. Ал көрейік, осыны таба алады ма екенсің? Бұл мемнің атауын білесің бе? Una cappuccina? No. Espressona signora. Жарайсың, өте жақсы тауып келе жатсың. Осы мемді тауып көрші, және де ұпай саныңды міндетті түрде видео соңында жаза кет. Дұрыс таба алдың ба? Brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e Бұл енді оңай болады деп ойлаймын. Жақсылап ойлансаң, міндетті түрде табасың. Bombombini gusini. Fratello bombardiro crocodilo. Ал көрейік, осы мемдегі атауын таба алады ма екенсің? Жақсылап ойлан. Дұрыс таба алдың ба? Boneca ambalabu. Бұл мемнің атауын табу енді оңай деп ойлаймын. Сол себептен дұрыстап ойлан балақай. Penguino, cocosino, penguini. Ал көрейік, осы жердегі мемнің атауын таба алады ма екенсің? Негізі, оқып отырсан өте оңай. Zebra, zebralini, zebra. Ал осы мемнің атауын тауып көрші, негізінен бұл да оп-оңай. Жақсылап ойлан. Дұрыс таба алдың ба? Cocofanto, elefantucci, coconucci. Ал көрейік, осыны сен таба алады ма екенсің? Менің ойымша табасың. Bom, leoparducci, grapefruitucci. Бұны тауып көрші, атауы қалай екен? Жақсылап ойлан. Glorbo, frutto drillo. Nel profondo. Ал осы жердегі жауаптардың арасынан осы жердегі мемнің атауы қайсы екен? Liri larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Осы мемнің атауын тауып көрші, бұл да өте танымал мем болып саналады. Tung 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 sahur.
Ал осы жердегі мемнің атауы қалай екен? Жақсылап ойлан. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano. Осы үш жауаптың арасындағы дұрыс жауабын таңда. Scimpanzini bananini. Wa wa wa. Banan. Осы жерде көрсетілген мемнің атауын тауып көрші. Жақсылап ойлан. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita. Ал көрейік, осы кейіпкердің атауын біледі ме екенсің? Trulimero trulicina. Il pritiletin in piscina. Бұл енді өте оңай болады деп ойлаймын. Сол себептен дұрыс жауап бересің деген ойдамын. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Ал көрейік, осы түйенің атауы қайсы екен? Дұрыс таба алады ма екенсің көрейік. Frigo camelo buffo fardello nel centro della città. Ал осы мем атауын тауып көрші. Жақсылап ойлан, өте оңай. Burbaloni lulilolli. Capibarello cocossini. Жақсылап ойлан, сен міндетті түрде табасың. Giraffa celeste. Viaggio agreste. Dans la lune tutta. Ал бұл қандай мем атауы екен? Осы үш жауаптың біреуін таңда. Bri bri bicus dicus. Ал көрейік, бұл жаңа мемнің атауын таба алады ма екенсің? Тексерейік. Tralalero cocossini. Ar cocossinel. Бұл енді өте оңай деп ойлаймын. Сол себептен дұрыстап ойлан. Oi oi oi. Bobrito bondito. El bobrito gangsta. Ал көрейік, осы жердегі мем атауын сен таба алады ма екенсің? Frulli frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Con 28 сұрақтың қаншасын дұрыс жауап бергенді комментарияға жаза кет. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше қош болыңдар.